Nurислам YouTube kanalı ұсынады. Үзілген моншақ телехикаясы. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. 3-ші бөлім. Жаным, бері келсеңші. Раджип, түсінбедім. Бұл кім? Ол менің дүнием. Ол менің барлығым. Ал сен кім деп ойлап едің? Маған сен сияқты түкке тұрғысыз әйел керек деп ойладың ба? Жаным, жүр, жатақханаға кірейік. Әйелімнің біз үшін істеп қойғанын қара. Нандине, бәрі үшін рахмет саған. Енді жоғал әрі. Балам. Жоқ, балама ештеңе болған жоқ. Балам тірі. Қорқпа, Нандини. Балаңа ештеңе болған жоқ. Балам, қорқпа. Бәрі жақсы болады. Күнал, өтінемін. Бұл қаладан кетпей тұрайық. Нандинені тастап кете алмай жатырмын. Тура оның басына қауіп төніп тұрғандай. Бір күн өткен соң. Мен не істесем де бәріне шыдауға тиіссің, Нандини. Өйткені басқа амалың жоқ. Өйткені ешкімің жоқ. Баратын жерің жоқ. Көшеде қалуды қаламайсың ғой, Нандини. Раджип, біз бұл жерге неге келдік? Жұмыс істеп, ақша табасың, Нандини. Осы дүкенге кіріп, жұмыс ізде. Адамдардан жұмыс сұра. Еш болмағанда жеп ішкеніңді шығар. Күнал, маған ешқандай сыйлық керек емес. Мен саған ойнап айтқан болатынмын. Кешіресіз, мен жұмыс іздеп жүредім. Ханым, кешіресіз, бірақ бізге сатушы керек емес, алып қойдық. Өзіңіз жайлы мәліметтер тасап кетіңіз, біз сізге хабарласамыз. Кешіресіз, ханым, сау болыңыз, басқа жерден көріңіз. Жоқ, еден жуушылар бұл жерде жетіп артады, жұмыс жоқ. Ханым, кешіресіз. Біздің бастық сізді шақырып жатыр. Сізге жұмыс табылды.
Дағы мынандай көк түсті сары бар. Бұл да әдемі көрінеді. Ханым, не істеп тұрсыз? Неге сарыға кофе төктіңіз? Бұл жаңа сары ғой. Енді маған төлетеді. Ай қыз, аузыңа қарап сөйле. Мен төккен жоқпын. Сен кімге жала жауып тұрсың? Маған бастығыңды шақыр. Мен бастығыңмен сөйлесемін. Сен менің кім екенімді білмейтін сияқтысың. Сен сияқтылардың көбін көргенмін. Шақыр бастығыңды тезірек. Кофені мен емесмін, сен төктің. Мына сатушыңыз киімге кофе төгіп жіберді. Міне мен көрдім. Ол қыз үшін сізден кешірім сұраймын. Кешіріңіз, ханым. Сен ұмытпа, сен бірінші күн істеп жатырсың. Бірінші күннен сондай қателіктер істедің. Боссың, кете беруіңе болады. Бірақ мырза, маған ақша керек. Мен саған боссың дедім. Байғұс қыз, кім екен ол? Опал болды қызға. Осы киімде, осы иіс суларын сатуыңыз керек. Әрбір сатқан иіс суыңыздан пайыз алып отырасыз. Қанша көп иіс су сатсаңыз, өзіңізге жақсы. Нандинидің қолындағы иіс сулары жерге түсіп кетеді. Маған осы иіс судан беріңіз. Әйеліме алмақшы едім. Раджип, мен ақша таптым. Нандини мен Нолидің кездесулеріне жол бермеуім керек. Раджип? Раджип. Раджи, бұл жерге неге келдік?
Rajib, keteyik. Бұл дәрігердің бөлмесін не істеп жүрміз? Қапынан деймін. Менің ұялы телефоным қалып кетіпті. Мен аламында келемін. Сен осы дәрігердің қасында бола тұр. Жарайды ма деймін. Мен де сенімен барамын, Рajib. Осы жерде күте тұр дедім ғой. Телефонды аламында келемін. Есіктің қасында тұрма. Отырсаңшы. Жоқ, маған осы жер ыңғайлы. Мен күйемді күтіп тұрамын. Күйең келмейді. Ол сені маған тастап кетті. Мына дәріні ішіп ал. Мә ал, ішсеңші. Rajib, өтінемін, тезірек кел. Rajib. Өзіңе сол керек еді. Түкке тұрғысыз әйел. Күйең енді келмейді. Мен не айтсам, соны істейсің. Ешқашан. Ол келеді. Мен тастап кетпейді. Rajib. Rajib, сен неге келмедің? Rajib, бұл жерден кетіп қалайық. Rajib, өтінемін. Rajib, ана адам бар ғой. Ол маған тиіспекші болды. Rajib, мен қатты қорқып тұрмын. Rajib, мені бұл жерден алып кет. Rajib, өтінемін. Жетер болды, түкке тұрғысыз әйел. Мен сені оған өзім бердім. Rajib, менің аяғым ауыр ғой. Баламызды ойласаңшы.
3-bölümden sonra arnamızga tirkelep like basууду unutpаңыз.